Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен татар халқының тәттісі чак-чактың классикалық рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керек заттар: жұмыртқа, шым-шым тұз, 1 шай қасық ас содасы және де ұн. Енді чак-чактың қамырын жасаймыз. Дайын болған қамырымызды екіге бөліп, бір данасын целлофан пакетке салып қоямыз. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Біздің қамырымыз дайын. Шамамен 2 мм жұқалықта жайып шықтым. Енді оны видеода көрсетілгендей ара қашықтықтарын 4-5 см етіп кесіп шығамыз. Енді оларды кеспе сияқты ұзынша етіп турап шығамыз. Қатты қызып тұрған табада дайын болған туралған қамырларымызды салып, араластырып, біркелкі етіп қуырып аламыз. Чак-чактың үстінен құятын балды сироп дайындаймыз. Ол үшін бөлек табада құм шекер, су және де бал керек. Бұл жерде менде дүкеннің балы, негізінде табиғи бал қолданған дұрыс. Барлығын жақсылап араластырып қайнатамыз. Қайнап бастағаннан кейін оттың астын жай қойып 5 минутқа қалдырамыз. Мен чак-чакқа грек жаңғағын қостым. Сіздер өз қалауыңызша мейіз, күнжіт қоссаңыздар болады. Қайнаған ыстық балды сиропымызды чак-чакқа құйып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оны бөлек табаға, ыдысқа салып, үстінен осылай видеода көрсетілгендей жақсылап тығыздап басып шығамыз. Кемінде 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Біздің грек жаңғағы қосылған чак-чагымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.